Ал жігіттер, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жұмыс орнында ішімдік ішкен полицейлердің бейнесі ғаламторда таралып кетті. Ай, масқара. Бұл Қостанай облысындағы Жангелдин ауданының полиция бөлімінің қызметкерлері екен. Ақпарат Экспресс-К сайтында жарияланды. Бейнеде тәртіп сақшылары дастархан жайып, көңіл көтергені көрініп ақ тұр. Дастархан болғанда сол спирттік өнім, кола мен бич пакет қой. Пікір жазушылардың кейбірі жұмыс орнында бұлай заң бұзған дұрыс болмайды десе, екіншілері бір дастарханда отырып, фотоға түсіріп жайған азаматтың қылығын сынға алды. Болмайды ғой бұндай енді. Қостанай облысының полиция департаменті жағдай ескерусіз қалмайды дейді. Тексеріс өтіп, бейнеге түскеннің барлығы жазаланады. Не дегенмен тәртіп сақшыларының мәртебесіне тағы да кір келді. Ал сен кімдікі дұрыс деп ойлайсың? Ауыр жұмыстан кейін осылай демалған полицейлер ме, әлде осыны түсіріп жайған азамат па? Жаңалықтың толық нұсқасы